Қалқала бізде тербету деген сөз. Яғни әріптерді сәл дірілдетіп жібереміз, тербетіп жібереміз деген сияқты. Яғни былай деп қадалып қалмай, сәл тербетіп бүйтіп өткізіп жібереміз. Ол бізде қалқала әрпі бесеу. Қоф, то, бә, жим, дәл деген әріп. Яғни олар, мысалы, әл-фәләқу, фәләқу, фәләқу, фәләқ деп тіреп тастамаймыз. Туш, тойпо, туш, тұт деп тіремейміз де, туш, тойпо деген сияқты. Одан кейін, мысалы, уәтәббі, уәтәббі деп тербетіп жібересіз. Содан кейін тәжәлуна, жим, тәжәлуна, кейін ахады, дәлді, ахады тербетіп жібереміз. Ахад деп тіреп тастамаймыз да. Жалпы қалқаланың үш түрі бар. Ол үлкен түрі. Қашан біздің қалқала әрбіміз шәддәлі болып, сүкін болған кезде. Бұл енді бізде Мәсәд сүресінде уәтәббә деп тұр. Бірақ тоқтаған кезде біз не істейміз? Сүкін береміз. Сол кезде уәтәббі, яғни екі б сүкінді болады да. Бұл үлкен түрі. Ол үлкеннен сәл кішкентай орташа түрі бар. Ол бізде шәддәл емес, өзі ғана тұрады сүкінді болып. Ол кезде ахады, ахады, мынадан сәл азырақ береміз дейді. Ал ең төменгі түрі бізде қалқала әріпі ол сөздің ішінде болған кезде. Мысалы, төбету, төбету, мыналар сияқты қатты берілмейді. Сәл аз беріледі. Ал бізде Айман ұстаз бұл кісі мына үлкен мен орташаны бір түрге жатқызып жібереді. Ол енді сіздердің ұстаздарыңыз қалай үйретеді, соған қарайсыздар. Сондықтан қалқаланың кей кезде үлкен және кіші түрі деп, кіші түріне мынаны ғана енгізеді.